Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті қыздар. Бүгін сіздерге құрамы қол жетімді, үйдегі бар заттардан жасалынатын, қатпарлы болып шығатын қаттаманың құрамымен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Ауызашарға ыстықтай етіп ұсынсаңыздар өте жақсы. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы 1 литр суымызды құйып, үстінен тұз, қант, май және де аштығымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан соң ұнымызды електен өткізіп, кезекпен жаймендеп араластырып отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қолға жабыспайтын, бауырсақтың қамырындай болады. Одан соң қатты ашымауы керек, шамамен 1 сағат, 1,5 сағат тұрса жетеді. Аштығымызды да көп етіп салмағанымыз дұрыс, қамырымыз қатты ашымауы қажет. Одан соң осылай дайын болған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Әркім өзінің шамасына қарай, жай алатын мөлшеріне қарай осылай бөліп алса болады. Менде 1 литр судан 4 суала қамыр шықты. Қамырымызды барынша жұқа етіп жайып аламыз. Онда көп сеппегендеріңіз дұрыс. Қаттамаларымыз қатпарлы болмай қалуы мүмкін. Одан соң осылай ерітілген сары майымызды қамырымызға жағып, оқтауымызға орап аламыз. Егер де шеттері қалың болып қалса, қолдарыңызбен тартып өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша формаға келтіріп алсаңыздар болады. Осылай оқтауға орап, кішкене айналдырып жіберіп, ортасынан бөліп аламыз. Видеода көріп тұрғандай етіп істейсіздер. Менде осы 1 зуала қамырдан 3 қаттама шықты. Егер де көлемі дәулеу болғанын қаласаңыздар, 2 қаттама шығаруға да болады. Осылай 3-ке бөліп алып, барлығын домалақтап орап шығамыз. Оралған, дайын болған қаттамаларымызды одноразовый салафандарымызға салып, морозильникке жарты сағатқа қойып алуға болады. Майы арасына сіңіп, жақсы болып тұрады. Одан соң осылай дайын болған қаттамаларымызды өздеріңіз қалауларыңыз бойынша 1 ай, 2 айға дейін сақтауға болады. Қонақ келген кезде 1-2 сағат алдын шығарып, ыстықта етіп, дайындап пісіріп бере берсеңіздер де өте жақсы. Осылай жарты сағатқа қойып аламыз да, қатты жұқа емес, осылай мен көрсеткендей формада етіп жайып аласыздар. Одан соң қызып тұрған табамызға қаттамамызды салып, осылай айналдырып тұруымыз қажет. Тоқтамай айналдыруымыз қажет. Себебі қаттамаларымыздың бір шеті пісіп, бір шеті піспей қалуы мүмкін. Көріп тұрғандарыңыздай осылай дайын болған соң, келесі бетін аударып, ол бетінде тоқтамай айналдырып тұрасыздар. Біздің қаттамаларымыз дайын болды. Қатпарлы, керемет болып шықты. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма да тіркеліп қойыңыздар.